Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін ауызашарға біз осындай жұмсақ кекстер жасайтын боламыз. Бұл кексті сатуға шығарсаңыз да болады, немесе үйіңізде үлкен жиын қонақтарда жасасаңыздар да болады. Бізде небәрі 3 жұмыртқадан 53 штук кекс шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға барлық қоспаларымызды салып аламыз. Жұмыртқамызды және де қантымызды, содан соң айран және де сұйық майды. Қыздар, мына жерде сұйық майыңыз иіссіз, дәмсіз болу керек, немесе кекстен дәм шығып кететін болады. Немесе сары майды ертіп қойсаңыз да болады. Және де шым-шым тұз салып миксермен араластырып аламыз. Массамызды миксерлеп болғаннан соң ұнымызға разрыхлителімізді салып араластырамыз. Қыздар, су қосуды ұмытпаймыз. Су бөлме температурасы немесе салқын су болса да бола береді. Содан соң ұнымызды 2 бөлікке бөліп саламыз және де ешқандай комочек қалмағанша араластыратын боламыз. Біздің массамыз қоюлау болып келеді. Қыздар, барлық қоспалардың мөлшерін видеоның астында описанияда қалдыратын боламын. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Біздің массамыз осылайынан қоюлау болып келеді. Жақсылап ешқандай комочек қалмағанша араластырып алатын боламыз. Массамызды осылайша біркелкі болғанша араластырып аламыз. Қоюлау масса болады және де формаларымызға салып аламыз. Қыздар, егер де сатамын десеңіздер, формаңыздың ішіне осындай арнайы кекстің қағаздарын қойып құясыздар. Және де сатуға шығаратын болсаңыз, әр кексқа 35 граммнан құйып шығамыз. Мінекей, мына жерде өлшеп көрдік. Толтырмай 2 қасық салсаңыз, сол 35 граммдай шығады. Және де қалауыңызша бетіне кунжут сеуіп, изюмдар қойып, немесе арасына сгущенка салып та пісіре берсеңіздер болады. Кекстарымызды алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей қыздар, біздің кекстарымыз дайын болды. Өте жұмсақ әрі өте дәмді болып шығады. Біздің магазинге арналған кекстарымызда осылайша қағазмен әдемі болып тұрады. Қыздар, негізі кексқа арналған қағаз кішкене кішірек болады. Арнайы дүкендерден алсаңыздар болады. Осылайша біздің кекстарымыз өте әдем болып шығады. Біздің рецептімізбен 53 штук кекс шығады. Қыздар, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоны аса лайк басып, пікір қалдырып, каналыма қолдау білдіріп, тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Баршаңызға ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Баршаңызға рахмет.